Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі жалпы видеоны ол алдында болған жалпы кішігірім әңгіменің жалғасы деп білсеңіздер болады. Бірақ бұл видеода мен Жапонияға оқуға қалай түсуге болады деген тақырыпты ашып айтпақшымын. Енді Жапонияға оқуға түсудің әрине бірнеше жолы бар, бірақ мен өзімнің жолымды алдыңғы видеода айтқан болатынмын. Бүгін енді кішкене Аянның жолын айтпақшымын. Енді жалпы Аянның өзінің қалай келді деген сұраққа емес, жалпы Аян осы тіл мектебіне келген болатын, сол тіл мектебіне қалай түсуге болады деген тақырыпта саты бойынша айтып бермекшімін. Ал ендеше бастайық. Аян да осы Жапонияға 2016 жылы қазан айларында келген болатын. Тіл мектебіне келген болатын, яғни ол тіл мектебіне қалай келуге болады. Жалпы тіл мектебіне жаңағыдай кіріспе айтып кетсем, яғни тіл мектебінде сіздер жапон тілін оқисыздар. Кем дегенде 6 айдан 2 жылға дейінгі уақыт аралығында Жапонияның тіл мектебінде оқып шықсаңыздар болады. Яғни сол уақыт аралығында сіздерге мектеп виза береді, студенттік визаны беретін болады. Яғни оқыған кезде сіздер азаннан кешке дейін емес, бір мезгіл ғана оқисыздар, түске дейін немесе түстен кейін. Ал қалған уақыттың бәрі ол яғни өзіңіз қалағаныңызша уақытыңызды жұмсасаңыз болады. Енді көп студенттер бұл уақыт аралығында жұмыс жасауға тырысады, себебі мектептің оқу ақысы бар, тұратын үйдің ақысы бар, тамағы бар, тағы басқасы бар деген сияқты. Жалпы осындай, яғни бұл тіл мектебін бітіргеннен кейін егер де сізде бакалаврдың дипломы болса, онда сіздер магистратураға тапсырсаңыздар болады. Болмаса сіз жаңағыдай бакалаврлық дипломыңыз болмаса, тіл мектебінен кейін бакалаврға түссеңіздер болады. Егер де оқымаймын, жұмыс жасаймын десеңіздер, онда тіл мектебінен кейін әртүрлі кәсіптік мектептер бар. Сол кәсіптік мектептерде аз уақыт ғана, 1 жыл, 1,5 жыл ғана оқып, Жапонның индустриясында жұмыс істесеңіздер болады. Ал егер де жоқ, мүлдем оқымаймын, тек жұмыс істеймін десеңіздер, онда сіздер тіл мектебінен кейін дереу жапоншаңыз егер жақсы болатын болса, әрине, онда дереу жұмысқа тұрсаңыздар да тұруға да мүмкіндік бар. Жалпы тіл мектебіне қалай түсеміз? Тіл мектебіне дейінгі процесті айтсаңыз деген сұрақ қоятын болсаңыздар, онда ең алдымен, яғни кез келген адам, студент келместен бұрын қандай мектептер бар деген сияқты ізденіс жұмыстарын жүргізеді. Яғни әр мектептің өзінің интернетте өзінің жаңағыдай парақшасы, веб-сайты бар. Сол жерде бүкіл ақпараттар жазылып тұрады. Енді Жапонияның тіл мектебінің талап ететін ең үлкен құжаттарының екі ғана ең үлкен құжат бар. Енді майда шүйде басқа құжаттар да бар, әрине, бірақ осы екі құжат сізде міндетті түрде болу қажет. Ол біріншісі 12 жылдық мектеп болу керек, және мектепте оқыды деген қағаз болу керек. Яғни сіздер орта мектепті бітірді деген қағаз ғой, біздің Қазақстанда 11 жылдық. Одан кейін сіздерде жаңағыдай финанстық жағдайыңызды қарайды. Бұл финанстық жағдайды неге қарайды деген кезде, мысалы, Жапонияға келген кезде сіздер қиын жағдай сондай бір тап болады, енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Сондай жағдай болатын болса, онда өздеріңізді қамтамасыз ете аласыздар деген сияқты құжаттың растамасы ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Осындай екі құжат міндетті түрде болу қажет. Одан бөлек, жаңағыдай басқа да егер жұмыс жасасаңыздар, жұмыс орнынан құжат деген сияқты әртүрлі басқа да құжаттар бар. Ол туралы жаңағыдай толық білгім келеді десеңіздер, онда астына пікір жазыңыздар, немесе біздің Instagram парақшамызға тіркеліп, сол жерде бізге сұрақ қойсаңыздар әбден болады. Одан кейін сол барлық құжаттарды өткізесіздер, Құдай қаласа. Одан кейін визаңызды күтесіз, 1-2 ай ма сондай уақыт күтесіздер. Оңай емес, ол Жапония, ол дүниежүзі бойынша виза алуға ең қиын мемлекеттердің бірі болып табылады ғой. Сосын виза алғаннан кейін мектеп сіздерге бір сертификат береді, сол сертификатпен барып, елшілікке барып виза аласыздар. Жалпы енді осы тұста мен айтқым келеді, біз өз кезегімізде Аян екеуміз сол шын жаңадан Қазақстаннан келетін студенттерге қолдау жұмыстарын жүргіземіз. Неге, қалай ол деген кезде, мысалы, егер де сіздер өздеріңіз тікелей мектеппен байланысып хабарласатын болсаңыздар, енді біріншіден сіз жапон тілін жаңағыдай білуіңіз қажет деген сияқты. Біз өз кезегімізде сол қызметті жапон тілін білгендіктен ұсынып жатырмыз. Сосын басқа да бір құжаттарды өздеріңіз жапонша толтыру қажет жағдайларда болады да. Одан бөлек, егер де сіздер мектептің өзінің қызметіне жүгінсеңіздер, онда сіздердің қосымша ақы алады. Ал біз өз кезегімізде студенттерге жаңағыдай сондай қызметті өзіміз ұсынып жатырмыз.
әртүрлі құжаттарын жалпы толтырып беруге, құжаттарды тексеріп береміз. Қазіргі тілмен айтады ғой, сопровождение деп айтады ғой, бастан аяққа дейін оқуға түсем дегенше біз өзіміздің қолдауымызды көрсететіндей біздің мүмкіндігіміз бар. Сол себепті бізге хабарлассаңыздар әбден болады. Ал енді оқу ақысына тоқталатын болсақ, қазіргі кезде таңда мектептердің ақысы, жылдық ақысы 6,5 мыңнан 7 мың долларға дейінгі арақашықтық. Енді мен осы бағаны айтқан кезде көп студент шошып кетеді. Көп қой деген сияқты. Бірақ бір айтарлығы, егер де сіздер сол ақшаны бірінші төлейтін болсаңыздар, мысалы біреуден қарызға алуымыз мүмкін деген сияқты, онда Жапонияға келетін болсаңыздар, онда сіздер жұмыс жасап ол ақшаны жаңағыдай тез арада қайтаруыңызға болады. Неге? Себебі сіз егер де осы жаққа келетін болсаңыз, сізге студент деген виза береді, ал бұл визамен сіздер 28 сағат, аптасына 28 сағат жұмыс жасасаңыз болады. Ол айына 112 сағат болады. Енді өздеріңіз есептеңіздер, бұл жақта сағаты $10-дан $15 дейінгі арақашықтықта төленеді. Сол мысалы ақшаны жинап, сіздер өзіңіздің оқуыңыздың ақшасын, тұратын жерлеріңіздікін, тамағыңыздың ақшасын бәрін егер еңбек етсеңіз әрине шығара аласыздар деп айта аламын. Жалпы талап етілетін құжаттар осындай. Енді одан бөлек жаңағыдай бір студентке біз көмектескен болатынбыз. Қазақстаннан Ақтөбе қаласы ғой деймін. Сол жақтан келген бір студент бар. Соған көмектескен болатынбыз. Сонымен сәтті түсіп визасы да бәрі де шықты. Енді келейін деп жатыр Жапонияға. Одан енді мамасы маған хабарласып сұрап жатыр, көрпесін салып жіберейін ба, ет беріп жіберсем бола ма деген сияқты. Енді менің ойымша ол егер оқуға түсіп жатсаңыз, ол енді кейінгі бір мәселелер ғой, ақылдасатын. Ол жағын да егер қажет десеңіздер, ол жағын да сізге айтып беруімізге болады әрине. Жалпы осындай. Егер де басқа да сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Алдағы уақытта жалпы Аянның өзімен мен кішігірім сұхбат жүргізу ойымда бар. Жалпы оның ойы қандай, ол Жапонияға қалай келді деген сияқты. Біз кейбір студенттерге тіпті осы жаққа келгеннен кейін сондай орташа деңгейдегі қызмет көрсету саласындағы жұмыс тауып беруге көмектесіп жатырмыз. Ол қандай жұмыстар? Мысалы, даяшы болып ресторандарда жұмыс жасасаңыз болады. Болмаса конвинилерде, конвини деген жаңағыдай convenience store, ол 24 сағат жұмыс жасайтын дүкендер ғой. Сол жерде сатушы болып жұмыс жасасаңыздар болады. Енді әртүрлі жұмыстар бар. Сол жұмыстарды тауып беруге дейін де біз көмектесіп жатырмыз. Жалпы айтатын ақпарат осындай. Тағы да қайталап айтамын, сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыздар, сұрақ қойыңыздар, біздің инстаграмымызға тіркеліп, сол жерде де сұрақ қойсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.